Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін мамырдың 12-сі, 12 мая. Сабағымыздың тақырыбы сағат неше? Который час? Пишем дату и тему. Бүгін балалар сендер жаңа сөздерді қолданасыңдар және қарапайым сөздер мен сөйлемдердің мағынасын түсінесіңдер. Балалар, жаңа сөздермен танысайық, дұрыс айтып үйренеміз. Повторяем за мной. Шаршау, сағат, санау, уақыт. Өте жақсы, балалар. Енді сол сөздерді жазамыз. Теперь пишем эти новые слова. Шаршау – уставать. Сағат – часы. Санау – считать. Уақыт – время. Енді балалар, диалогқа назар аударамыз. Давайте вместе прочитаем данный диалог. Менің сағатым неге істемей қалған? Почему мои часы не работают? Сағат 6-дан 20 минут кетті. 20 минут 7-го. Не істеді? Тетікті басты ма? Что он сделал? Он нажал кнопку. Өте жақсы. Енді осы диалог бойынша берілген мәтінді оқимыз. Теперь, ребята, прочитаем данный текст. Балалар бүгін сауда үйлерін аралады. Сегодня дети посетили торговые центры. Сауда орындарында сатушылар жоқ. В магазинах нет продавцов. Сатушының орнына робот қызмет көрсетеді. Продавец заменен роботом. Қажет тауарды алып, кассаға барасың. Вы забираете необходимый товар и идете в кассу. Товарды әйнек үстелге қоясың. Вы кладете товар на стеклянный стол. Төлейтін соманы сізге хабарлайды. Вы будете уведомлены о сумме, подлежащей оплате. Робот машине ақшаны қателеспей санайды. Робот считает деньги правильно. Балалар мұны қызықтап жүргенде қатты шаршады. Дети очень устали. Бұл жерде ұзақ болдық қой, мен қатты шаршадым, деді Тлеухан. Мы здесь уже давно, я очень устал, сказал Тлеухан. Мен де шаршадым, деді Азамат. Я тоже устал, сказал Азамат. Сағат неше болды, деді Санжар бір кезде. Который час? Спросил Санжар. Менің сағатым істемей қалды, деді Талғат ағай. Мои часы не работают, сказал дядя Талғат. Сұңғат келе жатыр, уақытты судан сұрайық. Вот, Сұңғат, давай спросим у него время. Сұңғат балаларды тағы таңғалдырды. Сұңғат снова удивил детей. Ауаға қолын сермеп қалып, сәулелі экраннан уақытты балаларға көрсетті. Он махнул рукой в воздухе и показал детям время на ярком экране. Сағат 6-дан 20 кетіпті. Сейчас 20 минут 7-го. Керемет! Ауада тетікті қалай басады, деді Санжар. Прекрасно! Как нажать кнопку в воздухе? Сказал Санжар. Мәтін түсінікті болса, балалар, тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Бірінші сұрақ. Сауда орталығына кімдер барды?
Екінші сұрақ. Сауда орындарында сатушы қызметін кім атқарады? Үшінші сұрақ. Кімнің сағаты істемей қалды? Төртінші сұрақ. Сұңғат уақытты қайдан көрсетті? Енді балалар, сағатты айтып үйренейік, уақытты айтып үйренейік, е? Чтобы сказать, в то время без 10:09, на казахском будет сағат 9-ға 10 минут қалды. Қалды. Сағат 9-ға направляется, я? 9-ға 10 минут қалды. Без 10 десек. Ал енді время ровно 12, сағат дәл 12. Немесе сағат тура 12. Дәл или тура. Тура. Они не будут ошибками. Оба правильно. Дәл или тура. Сағат дәл 12 или сағат тура 12. Келесі. Сағат 2-ден 15 минут кетті. 15 минут 3-го. На казахском 2-ден 15 минут кетті. 2-ден, вот маленькие стрелки часы, 2-ден 15 минут кетті. Если эта сторона, тогда кетті, а если эта сторона, онда қалды деп айтамыз, я? Жақсы. Енді. Если пол второго, онда біз қазақ тілінде сағат 1:30 деп айтамыз. Пол второго 1:30. Пол четвертого 3:30. Енді балалар, сағат неше болғанын жазамыз. Екінші тапсырма, пишем, сағат неше болғанын жазамыз. Бірінші, сағат, вы дальше сами. Үшінші тапсырма, сағаттың суретін салып көрсет. 10:25. 10-нан 25 минут кетті. Рисуем часы. Нарисуем часы. Жақсы балалар, енді үйге тапсырма. Видеороликте берілген барлық тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібер. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.